Барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі тегін сабақта біз UGC Creator дегеніміз не екенін, не істейтінін және де неге брендтер оған ақша төлейтінін қарастыратын боламыз. Көп адамдар блогер болу керек деп ойлайды, бірақ шын мәнінде UGC Creator болу үшін мүлдем подписчик саны бізде маңызды емес. Сізден талап етілетін тек бір нәрсе керек, бұл бізде брендке пайда әкелетін, сатылым алып келетін контент жасау, яғни видео отзывты түсіріп беру. Сабақты соңына дейін қараңыздар, қалай бастап кете аласыз, нақты 3 қадаммен бөлісетін боламын. UGC Creator болу үшін блогер болу міндетті емес деп жаңа айтып өткендей, бізде подписчигіміз аз болса да брендке видео контент жасай аламыз. Және де сол арқылы біз табыс таба алады екенбіз. Әрине ол телефонның көмегімен үйден шықпай-ақ, және де подписчиктің аз болса да, сіздерде 100 подписчик болса да, 1000 подписчик болса да, сіздер UGC Creator болып жұмыс жасай алады екенсіздер. Жалпы UGC сөзі бұл қысқартылған формада user generated content, яғни пайдаланушы жасаған контент деп аударылады. Мысалы, сіз бір косметика сататын дүкеннің белгілі бір продуктына видеообзор немесе шынайы пікір түсірдіңіз делік, және де оны инстаңызға салдыңыз. Сол дүкеннің инста аккаунтын белгілеп, сол авторға шақырсаңыз да болады. Егер ол видеоны қабылдаса, демек сіздің де және де сол дүкеннің де аудиториясы сіз салған рилсті, сіз жасаған контентті көре алады. Сондықтан да подписчиктің көп болу бізде маңызды емес. Маңыздысы видео қысқа, қызықты, нақты бір проблемаңызды шешіп беретіндей болу керек. Өйткені бұл видеоны бренд өз инстаграмына және де TikTok немесе осылай әлеуметтік желілерге жарнама ретінде қолданады екен. Бұл сіздің салған видеоңыз брендке нақты табыс әкелу керек, яғни өтімді, трендтегі қызықты контент подачаңызбен шынайы жеткізе алуыңыз бізде маңызды. Осы сабақты соңына дейін қарасаңыз, мен сізге UGC Creator не істейді, және де қанша табыс табады, және де ол UGC Creator болу үшін неден бастау керек, соның барлығын қадам-қадаммен айтып беретін боламын. Яғни UGC Creator брендтерге арналған шынайы, тартымды контент жасайтын маман. Ол өнімді өз үйінде қолданып, өз жеке блогы немесе контент арқылы бартерге жұмыс жасайтын, жарнама, реклама жасайтын маман болып табылады екен. Неге брендтер UGC Creatorға ақша төлеу керек? Оның 3 себебі бар. Ең бірінші себебі бізде шынайылық. Қазір адамға сенетін заман, сондықтан да пайдаланушы сіздің салған видеоны көргенде нағыз адам деп сенуі керек. Жарнама сияқты көрінбеу керек. Сіздің видеоңызды көрген адам сізді сол дүкеннің клиенті ретінде қабылдайды. Ал блогерлер жасаған жарнама ол бізде көрінбейді. Ол блогердің жасаған видеосын бірден біз білеміз, то что бұл рекламаға келген видео деген секілді. Екінші себеп бізде ол сату, яғни сіз жасаған жарнама, сіз жасаған контент тек охват үшін емес, нақты сатып алушылар үшін қажет. Үшінші себеп ол бізде тиімділік. Қазір көбісі миллионник блогерлерге қымбат жарнама алғысы келмейді. Өйткені блогерлердің жарнамасын көрген кезде біз міндетті түрде оны маркетинговый реклама екенін деп сразу өткізіп тастаймыз. Сондықтан да бір жағынан блогерлерге қымбат ақшаға жарнама жасап шығындағысы келмейді. Көптеген брендтер, көптеген бизнесмендер деген секілді. Сондықтан да оларға бұл өте тиімсіз. Ақша жағынан да, бір жағынан сенімділік жағынан да екен. Енді блогерлер мен UGC Creator'ның айырмашылығын атап өтсек, блогерлерде бізде подписчик саны маңызды болады. Тек өз аудиториясына сатады, яғни көбісі сол автор жасамайды тіпті. Сол автор жасау үшін де оған көбірек ақша төлеу керек. Яғни блогерге жарнамаға қымбат ақша алады, контент көбіне личный. Жарнама жасаған блогерлердің подписчиктері брендтердің мақсатты аудиториясы емес. Ал UGC Creator'да бізде подписчик саны маңызды емес, брендке арнап контент жасай алады, яғни соавторский бар, контент үшін тиімді бағада ақша алады, және де контент брендке пайдалы, нақты мақсатпен мақсатты аудиторияға арнап жасалады екен. Осы себепті де қазір UGC Creator'лар брендтерге өте маңызды, чем блогерлерге қарағанда. Қарапайым тілмен айтсақ, блогер өз аудиториясын сатуға тырысады, ал UGC Creator бренд үшін сатылым контент жасайды. Бір бренд айына 3-5 UGC Creator'дан видео алды, немесе соавтор жасап өз инста аккаунттарына салды деліге. Бұл видеолар Instagram, TikTok секілді әлеуметтік желілерге шығып нақты тауарды сататын болады. Демек, брендтерге маңыздысы видеоның охваты көп болу емес, сатылым алып келуінде екен. Неге қазір UGC Creator трендте
Өйткені қазір UGC креаторлар үлкен сұранысқа ие болып жатыр. Өйткені бұл жай тренд емес, бұл нарықтың өзгеруі. Бұл бізде сонау ақштан келе жатқан новый мамандықтың бір түрі, яғни уже ақшта зерттеліп, жасалып, осы арқылы табыс тауып жұмыс жасап жатқандар қаншама. Оның барлығы Қазақстанға енді келіп жатыр. Енді ғана бізде UGC креаторлары, мамандары шығып, сол арқылы контент арқылы табыс тауып жатыр. Бұрын адамдар жарнаманы көрсе бірден сенетін еді. Қазір олай емес. Қазір бізде бірдей баннерлер, бірдей текст, бірдей сатып ал деген сөздер көбейіп кеткен. Сондықтан адамдар мұндай жарнамадан шаршады. Егер видео тым жасанды болса, адам оны бірден сезеді және де сенімі 50-50 болып бөлінеді екен. Сондықтан брендтерге енді басқаша ерекше контент керек. Ал UGC жасаған контент бұл бізде жарнама сияқты емес, нағыз адам сөйлеп тұрғандай шынайы отзывтар, шынайы пікірлер екен. Бізде қарапайым адам ретінде сенім бізде көбірек болады. Егер UGC креатор болып жұмыс жасап, өзіңіздің қарапайым адам екеніңізді, осы брендтің өнімін қолданып жатқанын және де өте сапалы екенін, өте жақсы екенін жеткізе алсаңыз, адамдар сізге сенеді және де сізден келген адамдар ол брендтің өнімін сатып алады екен. Адам адамға сенеді демекші, көбісі тауарларды сатып алу үшін не істейді? Ең бірінші біз не істейміз? Пікірлерді, яғни отзывтарды және де инстаграмдарды, видеоларды қараймыз. Ал UGC креаторлар видеода мінсіз студия жоқ, артық монтажсыз, тек шынайы эмоциямен сол өнімді қолданғанын көрсетсе, адамдар сенеді. Қарапайым адамдар қолданып жатыр екен ғой, демек мен де қолданайын, маған да бір пайдасы тиетін шығар. Және де мына өнімнің шынымен де сапалы екендігіне адамдардың көзі жетеді, яғни қарапайым адамдарды көрген кезде, получается. Сондықтан көрермен, яғни клиент бізде бұл жарнама емес, бұл кәдімгі адамның шынайы пікірі, яғни отзывы деп ойлайды және де сенім осылай пайда болады екен. Бұл жерде клиенттің сенімі маңызды, сондықтан да біздің UGC креатор болып жұмыс жасауымыз да осы адамдарға шынайылықты және қарапайымдылықты көрсетіп жеткізе алу екен. Қазіргі таңда TikTok, Reels қарқынды дамып жатыр, оны өздеріңіз жақсы білесіздер. Сондықтан да Instagram, Reels пен TikTok ең күшті сату платформаларының бірі болып тұр, және де бұлар тегін платформа, ешқандай ақша төлеудің қажеті жоқ, тек қана сіз контент жасап, видеоңызды салсаңыз жеткілікті. Күн сайын миллиондаған видеолар жүктелсе, сол секілді миллиондаған просмотрлар, миллиондаған адамдар ол видеоны көреді. Ал алгоритмге түсу үшін, яғни рекомендацияға шығу үшін не керек? Бізге ол тірей эмоцияны көрсете алуыңыз керек. Қысқа, нақты видео, яғни адамдар бір дүниені осы видео арқылы алу керек, пайдалы ақпарат деген секілді, және де шынайы кадр болу керек, қарапайым, шынайы адамдарға жететін кадр. Өйткені қазіргі таңда көбісі жасандылықтан уже шаршаған. UGC креаторлары дәл осы форматқа сай, сондықтан платформалардың өзі UGC видеоны көбірек көрсетуге тырысады. Енді ғана дамып жатқандықтан біздің UGC креаторлардың видеолары көбірек рекомендацияға шығу мүмкіндігі бар. Сол мүмкіндікті қазір уақытында пайдаланып қалсаңыздар, сіздерге үлкен пайдасы тиетініне мен сенімдімін. Сондықтан да осы сала трендте болғандықтан сіздің салған видеоларыңыз, жасаған контенттеріңіз рекке шығу ықтималдығы өте жоғары екен. Кез келген брендке әр аптада жаңа видео керек, әр күн сайын керек. Тіпті қазір бір ғана Reels салудың өзі жеткіліксіз болып жатыр. Сондықтан көбісі 2-3 Reels'тан салып, клиенттерді осы видео арқылы тартып жатыр. Тағы бір маңызды моменттердің бірі осы, яғни бір видео мәңгі жұмыс жасамайды. Сіз UGC креатор болып бір ғана видеомен реклама жасамайсыз, сіз бірнеше видео жасауыңыз мүмкін. Өйткені жарнама күйіп кетуі мүмкін, ал аудитория оған үйреніп қалады. Сондықтан брендке әр аптада, әр айда жаңа видео керек, және де сол себепті де әртүрлі көптеген UGC креатор мамандары керек. Ал бренд бір адаммен жұмыс жасамайды, оған бірнеше UGC креатормен жұмыс жасаған ыңғайлы. Сондықтан да қаншама миллиондаған ақшасын бір блогерге бергенше бірнеше UGC креаторларға сол миллионды бөліп төлеген тиімді. Ал брендтер қанша UGC креаторлармен жұмыс жасай алады? Орташа есеппен есептесек, бір бренд айына 10-30 UGC креаторлармен жұмыс жасап жатыр екен қазіргі таңда. Бұл дегеніміз UGC бұл бір реттік қана емес, яғни тұрақты сұранысы бар мамандықтың түрі екен. Сондықтан қазір UGC креатор болу бізде ол тренд қуалау емес, нарық сұранысына, яғни нақты жауап беру екен. Ал енді UGC креатор болу үшін біз қалай бастаймыз, неден бастау керек, не істеу керек? Нақты 3 қадаммен бөлсейін. Ең бірінші қадам ол көп адамдардың қателесіп жататыны, көбісі идеальный, прям табысы көп нишаны іздеуге тырысады. На самом деле олай іздеп өзіңіздің уақытыңызды
ақшаңызды кетірудің қажеті жоқ. Сізге өзіңізге таныс, күнделікті қолданатын нишаны таңдасаңыз жеткілікті. Мысалы, косметика, киім, үйге арналған тауарлар, балалар киімі деген секілді. Әрі қарай әртүрлі нишаларда әртүрлі брендтермен жұмыс жасай бересіздер. Екінші қадам ол бізде бастау, яғни қазірден бастап кетулеріңіз керек. Ешқандай идеальный моментті, идеальный күнді, идеальный сәтті күтудің қажеті жоқ. Өйткені қазір идеальный деген сөздің өзі мүлдем жасанды болып естіледі. Сондықтан да қазірден бастап кетіңіздер. Өзіңіз жаңадан сатып алған тауарларды, мысалы, Каспиден заказ береміз, Пиндоштан заказ береміз деген секілді, сондай новый тауарларды просто так для себя өздеріңіз түсіріңіздер. Не болмаса сол магазиндарды белгілеп, не болмаса авторға салып шақырыңыздар. Енді бастапқысында кішкене бесплатно жұмыс жасауға тура келеді, чтобы сіздердің адамдар, брендтер көру керек, сіз UGC креатор екеніңізді, осы саламен айналысатыныңызды деген секілді. Бұл видеоларды ең бірінші бастапқы проба ретінде өзіңіз жай ғана түсірсеңіз болады, ешқайда салмасаңыз да болады. Егер де өзіңізге ұнаса, жақсы видео шықса, онда өз инстаграмдарыңызға, не болмаса тиктокқа салып белгілеп қойсаңыздар болады. Сіздің мақсатыңыз камераға үйрену, форматты түсіну және де өзіңізді сол камерадан көре алу. Көбісіміз енді камераға түсуге кішкене ұялып жатамыз ғой, сол ұялу, қорқынышты, ұялуды жеңу, және де бұл жерде идеальный болу міндетті емес. Сондықтан да көп адам алдымен үйреніп алайыншы, потом бастаймын ғой деп жүріп, мүлдем бастамай, сол күйі тастап кетіп жатады. Идеальный моментті күтіп отырады екен. Ал на самом деле идеальный ештеңе жоқ қой, идеальный момент те жоқ, идеальный адам да жоқ, идеальный күн де жоқ. Міндетті түрде пандемиктен, міндетті түрде 2026 жыл жаңа жылдан бастау керек деген секілді сөз емес. Кез келген уақытта сіздер бастап кетулеріңізге болады. Сондықтан идеальный моментті, идеальный уақытты күтпеңіздер. Қазір ұялатын заман емес, қазір дамитын, қазір табыс табатын, қазір көтерілетін сондай заман. Үшінші қадам ол бізде брендтерге ұсыныс жазу. Міне дәл осы жерде көп адам тоқтап қалады. Себебі не жазарын білмейді, өз бағасын айта алмайды, мені кім алады деп қорқады. Мысалы, сізде 100, 200, 500 немесе жай ғана 1000 подписчик болса, сіз қорқуыңыз мүмкін. Ой, менімен кім жұмыс жасайды, қандай брендте жұмыс жасайды деген секілді. На самом деле олай емес. Тіпті 1000 подписчикпен Пуси брендін білесіздер ғой, российский. Вот сол Пуси бренді тоже даже 1000 подписчигіңіз болса да сізбен жұмыс жасайды. Сіз самый главный өзіңізді упакованный етіп, жақсылап соларға ұсына білулеріңіз керек. Ал енді неге көп адамдар осы жерден тоқтап қалады? Негізгі себептерін қайталайық. Ең бірінші сценарий жоқ, яғни контентіңізге не салатыныңызды білмейсіз, баға қоюды білмейсіз, және де брендке жазудан қорқасыз. Міне сіздің нақты болыңыз осы жерде. Сол себепті де көп адам UGC креатор болуды бастаймын деп жүріп тек ой деңгейімізде ғана сол дүние қалып қояды екен. Егер сіз осы 3 қадамды өзіңізге сенімді түрде қателеспей жасағыңыз келсе, менде сізге арналған дайын жүйе бар. Мен сізге дайын UGC креатор сценарийлерін, баға қою формуласын, брендке жазатын дайын тексттерді және де алғашқы тапсырысқа дейінгі жолды толық көрсетіп бере аламын. Яғни бұл жерде сіз жалғыз қалмайсыз, барлығы қадам-қадаммен берілетін болады. Егер сіз UGC креатор болуды шынымен де бастағыңыз келсе, онда мен сізге өзімнің авторлық сабақтарымды ұсынғым келіп тұр. Бүгінгі тегін сабақта сіз UGC креатор кім екенін, неге дәл қазір бұл мамандық сұраныста екенін, қандай видеолар жұмыс жасайтынын, неден бастау керектігін көрдіңіз. Ал енді басты сұрақ, сіз мұны өз бетіңізше істей аласыз ба, және де әлде дайын жүйемен бастайсыз ба деген сұрақ. Бірақ өз бетімен бастағандардың көбісі қазір бізде сценарий ойлап таба алмайды, не жазарын, қандай контент жасарын білмейді, бағасын өте төмен қою мүмкін, брендтерге жазуға ұялады. Көбісі бірінші жоқ деген жауаптан кейін барлығы тоқтап, осы саланы просто так тастап кете салады, менікі емес екен деп. Ал бірақ сіз студент болсаңыз, үйде отырған ана болсаңыз, тіпті жұмыссыз отырған адам болсаңыз да, сіз осы мамандық арқылы тегін бартерге осындай көптеген дүниелерді ала отырып, өзіңізге қажетті дүниелерді ала отырып, соларды тегін аласыз. Не болмаса ақшаға алып табыс таба алады екенсіздер. Сізге сыртқа шығып контент жасап, съемка жасаудың қажеті жоқ, тек қана үйде отырып, сол дүниенің отзывын түсіріп берсеңіз болғаны. Яғни бұл сіздің қабілетіңізге емес, жүйенің жоқтығына байланысты екен. Сондықтан мен UGC креаторды 0-ден алғашқы тапсырысқа дейін
деген толық сабақтарды Telegram каналға жинап дайындап қойдым. Бұл сабақ жай ғана теория емес, бұл нақты қадамдар, шаблондар және практика. Сабақта сіз дайын 100 сценарийін аласыз, қандай формат қашан жұмыс істейтінін білесіз, баға қоюды үйренесіз, брендке жазатын дайын хаттарды аласыз, алғашқы тапсырысқа дейін қалай бару керегін нақты қадаммен түсінетін боласыз. Сабақтар жалпы кімдерге арналған? Бұл сабақтар подписчигіңіз аз болса да, блогер болғыңыз келмесе, телефонмен үйде отырып жұмыс істегіңіз келсе, және де нақты табысқа шығуды қаласаңыз, әрине бұл сабақтар сіз үшін. Және де менің бонустарым бар. Бүгінгі тегін сабақты соңына дейін көріп, сабақтан келдім деп маған жазсаңыздар, сіздерге арнайы күшті бонустар дайындап қойдым. Сабақтардың бағасы бізде тек қана 5 күн бойы жалғасады, одан кейін бізде продажа жабылады. Сондықтан да арнайы жеңілдікпен өте қолжетімді бағада өз орныңызды алып үлгеріңіз. Сабақтың басталуын және де сабақтың аяқталуын, бағасын, продажасын барлығын мен өз инстаграмымда бөлісіп отыратын боламын. Егер сіз бүгін бастамасаңыз, дәл осылай кейін бастаймын деген тағы бірнеше ай өтіп кетуі мүмкін. Сондықтан да арзан, тиімді бағада сапалы сабақтарды оқып, нәтижеге шығып, 2026 жылы нақты қадамдармен өзіңіздің өміріңізді өзгертіңізші. Ал енді сабақтардың бағаларын айтып өтейін. Бұл бізде 3 топқа бөлінеді. Ең бірінші эконом, бұл бізде бастау, кімдерге арналады, яғни UGC креаторды өз бетімен меңгергісі келетіндерге арналады екен. Ішінде 5 модульдан тұратын арнайы сабақтарға бөлінген видео сабақтар, бұл бізде Telegram каналда 5 дайын UGC сценарийлар беріледі, брендтерге жазатын дайын шаблондары және нұсқаулықтар беріледі, ортақ чатқа доступ болады, брендтер каналына доступ беріледі, стратегия құру, доступ шексіз деген секілді. Бұл жерде бізде ортақ чат деп отырғанымыз, осы оқуды алған адамдармен бірге сіздер кері байланыс, сұрақ жауап деген секілді өздеріңіздің опыттарыңызбен бөлісіп, сол чатқа жаза аласыздар. Және де брендтердің каналына доступ, яғни қай брендтер осы UGC креаторлармен жұмыс жасайды, солардың тізімі жасалған басқа бөлек каналға доступ аласыздар. Осы айтып өткен критерийлар бізге экономика классқа кіреді. Ал енді бағасына келсек, негізгі бағасы бізде 10 000 теңгелік бұл сабақтар, яғни бұның бағасы 10 000 теңге. Мен бірақ сіздерге жеңілдікпен беріп жатырмын деп айтып отырғандықтан, сіздер бүгін тіркеліп үлгерсеңіздер, осы 5 күн аралығында продажа уақыты болады, продажа ашылады. Сол уақытта алып үлгерсеңіздер, сіздерге бағасы бар болғаны 1990 теңгеге су тегінге ала аласыздар. Бұл пакетті ала отырып, сіздер өз беттеріңізбен UGC креатор маманы болуды үйреніп, олардың жұмыс жасай, қалай жұмыс жасайтын барлығын үйреніп, осы сала бойынша жұмыс жасап кете алады екенсіздер. Ал енді екінші пакет, ол бізде стандарт пакет, яғни нәтижеге жететін пакеттердің бірі, ең көп таңдалатын пакет бізде. Олар кімге арналады? Яғни алғашқы ақылы тапсырысын алғысы келетіндерге арналады. Жаңағы пакетте тегін жұмыс жасап, енді баға қою деген дүние болмайды ғой. Екінші пакетте бізде баға қою болады, яғни сіздер тегін бартерге ғана емес, ақшаға жұмыс жасай аласыздар деген секілді. Оның ішіне 5 модуль видео сабақ кіреді, 10 дайын UGC сценарийлар кіреді, брендтерге жазатын дайын шаблон нұсқаулықтар кіреді, ортақ чатқа доступ болады, брендтер каналына доступ, стратегия құру, баға қою формуласы және де үй тапсырмалар беріледі. Үй тапсырмаларын толық орындағаннан кейін сіздерге тіпті сертификат берілетін болады. Және де менімен бір Zoom разбор, сонымен қатар осы барлығына, Telegram каналдағы сабақтардың барлығына бізде доступ шексіз болады. Ал енді жалпы негізгі бағасы бізде 30 000 теңгені құрайды, бірақ сіздер дәл бүгін жазылып үлгерсеңіздер, бағасы небәрі 9990 теңгеге ала аласыздар. Бұл бізде стандарт баға деп ойлаймын. Осы бар болған 10 000 теңгеге сіздер өте көп білім, құнды ақпараттар аласыздар. Тіпті осы оқудан кейін сіздер бұл бағаны 2 есе, 3 есе, тіпті 10 есе ақтап кете аласыздар. Мен сіздерге 100% гарантиямен айта аламын. Ал енді үшінші пакет, ол бізде VIP, яғни алғашқы тапсырысқа дейін. Кімге арналады? Яғни жеке жұмыс жасап, жылдам нәтижеге керек адамдарға. Бұл бізде көбінесе офлайн, Алматы қаласы бойынша. Ішінде 5 модуль видео сабақ, яғни жаңағы стандарт пакеттің барлығы кіреді. Ішінде 10 дайын UGC сценарий, брендтерге жазатын дайын шаблон нұсқаулықтар, ортақ чатқа доступ, брендтер каналына доступ, стратегия құру, баға қою формуласы, үй тапсырмаларымен, 2 Zoom менімен разбор, яғни жеке офлайн кездесу, бір күн жеке офлайн кездесу болады, 1-2
сағаттық примерно. Және де позициялау, яғни ниша таңдау. Сол жеке онлайн кездесуде біз позициямызды, өзіміздің ниша таңдаудың барлығын, инстаграмымыздағы упаковканың барлығын бірге жасайтын боламыз сізбен бірге, және де брендтерге хатты бірге жазамыз. Алғашқы тапсырысқа дейін бірге боламыз. Жеке офлайн кездесу 2 сағаттық съемка тоже бізде офлайн болады. Мен сізге съемка жасауды және де монтаж жасауды офлайн үйрететін боламын. Оның барлығын күнін өзіміз таңдаймыз, получается. Обучение аяқталғаннан кейін сертификат, және де осы телеграм каналдағы сабақтарға тоже доступ шексіз берілетін болады. Негізгі бағасы бізде 100 000 теңгені құрайды. Бірақ дәл бүгін осы обучениені алып үлгергендерге 75 990 теңгеге беремін. Бұл бізде тіпті офлайн сабақ болғандықтан, яғни позициялау, одан кейін позициялау, ниша таңдау, брендтерге хатты бірге жазу, алғашқы тапсырысқа дейін мен сізбен бірге болатын боламын, және де сертификат, және де осы телеграм каналға доступ шексіз берілетін болады. Бұл пакетті алғандардың плюсы, яғни сіздер Алматы қаласы бойынша офлайн менімен жеке кездесу арқылы, менімен съемка жасау арқылы осы саланы толықтай меңгеріп, алғашқы тапсырысыңызды алғанға дейін менімен бірге кері байланыста жүретін боласыздар. Яғни бізде бірінші, екінші пакетте кері байланыс жоқ, өздеріңіз байқағандай. Екінші пакетте кері байланыс бар, бірақ ол тек қана онлайн WhatsApp арқылы, ал үшінші пакетте бізде тіпті офлайн кездесу болғандықтан офлайн кері байланыс бар. Егер де мен өз бетіммен үйрене алмаймын, маған кәдімгі сопровождениемен жеке үйрету керек десеңіздер, осы үшінші пакетті алуға мен сіздерге кеңес беремін. Қорытындыласақ, егер өз бетіңізше оқыңыз келсе, онда эконом пакетті алсаңыз болады, нәтиже керек болса, онда стандарт пакетті алсаңыз болады. Ал егер жеке жұмысты менімен бірге офлайн жұмысты қаласаңыз, онда VIP пакетті алсаңыздар болады екен. Жалпы бүгінгі тегін сабағым осы. Егер де осы ары қарай осы UGC креатор боламын, ары қарай осы сала бойынша жұмыс жасаймын десеңіздер, онда маған дайректке, не болмаса дайректтегі WhatsApp номер сілтемеге кіріп өтіп, сол жерден маған осы UGC креатор сабағын алам деп жазсаңыздар болады. Толық ақпаратты тағы да жекеде түсіндіріп беретін боламын. Тегін сабақты соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Мен сіздерді өзімнің обучениемда күтемін. Сау болыңыздар.